Сәлем достар, бүгін сіздермен арықтау кезінде қандай тағамдардан бас тарту керек, сол туралы қысқаша айтып өтеміз. Ақпаратты тыңдамас бұрын парақшаға тіркеліп, лайк басыңыз. Бәрімізге белгілі, басымыздан өткен салмақ тастау қыз-келіншектерге және ер адамдарға оңай емес. Бірақ ең алдымен салмақ тастағысы келетіндер бірнеше тағамнан ақырындап бас тартуы керек. Бас тарту деген мүлдем жемей қою емес, мөлшерін азайту. Сол тағамдардың бірнеше түріне тоқталып айтып өтемін. Біріншіден, ет, әсіресе қуырылған, қызанақ, консервіленген тағамдар, маринадталған көкөністер мен балық, ащы ірімшіктерден бас тарту керек. Бұл өнімдер құрамындағы тирамин затына байланысты зиянды. Ол норепинефринге, стресс гормонына айналады. Осы тағамдарды жегенде біз өзімізді абыржылау сезінеміз. Соның әсерінен ұйқысыздық пайда болуы мүмкін. Ал таңертең адам өзін жайсыз сезінеді. Шаршаңқы оянып, бір күнде әдеттегіден де көп тамақтанамыз. Бұл салмақтың өсуіне әкеліп соғады. Күріш, оның құрамында крахмал тым көп болғандықтан дене сымбатына зиянды саналады. Күріштен түбегейлі бас тарту керек емес. Бар болған аптасына 1-2 порция шамасынан асырмау керек. Оның орнына қоңыр күрішті таңдаңыз, себебі оның құрамында пайдалы элементтің бары қалпында сақталады. Тырлақ, картоп, кептірілген нан, тұзды жаңғақтар мен фастфуд. Бұл тағамдардан бас тарту кез келген арықтағысы келетін адамдарға қойылатын басты талап. Себебі бұл тағамдардың құрамында көмірсулар мен май салмақ қосып дене сымбатын бұзады. Майлы ет, балық, шұжық сияқты тағамдар семіртіп қана қоймайды, ағзаңызға да зиянын тигізеді. Сондықтан ет өнімдерін анда-санда аз мөлшерден тұтынуы керек. Майлы еттен және тауықтан дайындалған сорпалардың холестерині көп болады. Май балық, кептірілген балық, майлы консервілер, бұл өнімдерді ас мәзіріңізден мүлдем алып тастаңыз. Майонездің де құрамында холестерин мөлшері көп. Сондықтан майонезді дүкеннен сатып алмай, өзіңіз үйде жасап үйреніңіз. Сіздермен ақпарат бөліскен адам анықтағам, денсаулықтарыңыз мықты болсын.